Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан құрамына тары қосылған сметаникті бірге әзірлейтін боламыз. Тары қосылған сметаникті әзірлеу үшін видеоны өткізіп алмай, соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалаңыздар. Үнемі әзірлеп жүрген сметаникті дәл осылай түрлендіріп, құрамына, яғни салмасына тары қосып әзірлеп көрдім. Дәмі енді сөзсіз өте керемет болып шықты. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сол себепті дәл осы құрам бойынша сіздер де жасап көріңіздер. Құрамына қосатын заттар тізімі мен мөлшерін төменде жазба бөлімінде толықтай жазып қалдырдым. Дәл сол описание бөлімінен таба аласыздар. Бізге ең алдымен тары қажет. Тарымызды мұздай салқын суда 3-4 қайтара жақсылап жуып тазалап аламыз. Одан кейін осылай ыдысымызға салып, үстінен қайнап тұрған ыстық сүтімізді құйып, осылай бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Оға дейін біз сметаниктің қамырын илейміз. Бізге ол үшін таза құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы 82% майымызды және де бір дана жұмыртқамызды, сонымен қатар қантымызды салып, осылай венчигіміздің көмегімен біздің массамыз біркелкі болып, ерігенше осылай жақсылап араластырып аламыз. Немесе құрамына қосатын майымызды қысқа толқынды пеште ерітіп алып қоссаңыздар да болады. Міне, біздің массамыз дайын болды. Ендігі кезекте дәл осы массамыздың үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымызды және де бір шай қасық қопсытқышымызды салып, жұп-жұмсақ нәзік қамыр илеп аламыз. Осымен біздің сметаниктің қамыры дайын, өте жұмсақ әрі қолға ешқандай жабыспайтындай қамыр дайын болды. Дәл осы қамырымызды салафан пакетімізге салып, начинкасы дайын болғанша қоя тұрамыз. Салмасы үшін бізге осындай қаймақ қажет, яғни кез келген дүкеннің 20%-ық қаймағы жарай береді. Таза құрғақ ыдысымызға қаймағымызды және де қантымызды, 2 дана жұмыртқамызды, оның үстінен бізге крахмал қажет. Крахмал міндетті түрде жүгері крахмалы болу қажет. Осылай 2 ас қасық крахмалымызды салып, және де 40 грамм сгущенка, яғни қойылтылған сүтімізді құйып, осылай жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Қалауыңызша осылай ванилин қосып жіберсеңіз де дәмі тіптен керемет болып шығады. Осымен біздің сметаникке арналған салмасы дайын. Дәл осы салмамыздың үстінен сүтке бұқтырылған тарымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Тарымыздың бетінен асырып құйған сүтіміз осылай біршама бойына сіңіп, біздің тарымыз өте жұмсақ болып шықты. Осымен біздің начинкамыз дайын. Ендігі кезекте біздің қамырымызды осылай 20 диаметрлік формаға бір тегіс етіп, бортик жасай отыра жайып аламыз. Міндетті түрде тегіс пісу үшін осылай шанышқының көмегімен тесік жасап аламыз. Дайын болған қамырымыздың үстінен дайындап алған салмасын құйып, алдын ала қызып тұрған пеште, яғни беті сарғайғанша пісіріп аламыз. Әркімнің пешінің қызу деңгейі әртүрлі болғандықтан, мейлінше байғап отырып пісіріп алыңыздар. Осымен біздің хит болған құрамына тары қосылған сметанигіміз дайын, өте керемет болып шықты. Дәл осы рецепт бойынша сіздер де әзірлеп көріңіздер. Яғни бір жасағаннан сәтті шығатын рецепттердің бірі. Егер сіздерге видеом пайдалы болып жатса, каналыма міндетті түрде тіркеліп, еңбегімді бағалап, видеома лайктарыңызды аямай басып, пікір қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет.
сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Ал бізге ас болсын.